Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге сәнді болудың құпиясын білетін Вау тренд айдары. Және бүгін бізде өте ерекше шығарылым, өйткені біз еліміздегі этностильді дамытушы, белгілі дизайнер Ақбота Жолдасбектің сән үйіндеміз. Ақбота ханым, айтып өтсеңіз, қазіргі таңда Қазақстандағы этностильдің дамуы қандай? Меніңше дәл қазіргі сәтте ол өте қарқынды дамып келе жатыр. Себебі процентпен санайтын болсақ, осы жылы прям ауқымды жаңа этностильде кішкене қазақилықпен, кішкене өзіміздің ұлттық құндылықтармен неше түрлі күнделікті өмірде киетін киімдер өте өсіп жатыр. Себебі халықтың сұранысы көп, ол шетелдік болсын, өзіміздің елдің болсын сұраныстары көп. То есть мынау жай ғана толстовканың үстінде кішкене аксессуар ретінде, мысалы қазақтың ұлттық бас киімі, мынау хандардың киген бас киімі. Соған әртүрлі біздің бас киімдерімізді тани жүрсін дегенде, мынау мысалы сакский бас киім, ол томиристің киген бас киімі деген сияқты. Біздің қазақтың қыздарында да ондай айтады, ол кішкене бұзықтау, сондай қыздар болған. Түлкі бикеш деп атаған, мына бас киімнің аты сондай түлкі бикеш бол. Тақия тектес бұл бас киімді қисайтып киетін болған. Сол себепте де осылай салдық. Әрбір затта кішкене болсын, өзіміздің ұлттық бір Нақыш болсын деген ниет, Немесе мысалы қазір наурыз айы келеді, жай ғана көйлектің үстінен неше түрлі осындай камзолдарды кисе болады. Бұл біздің ұлттық қапсырма. Мысалы, жай ғана қапсырманың өзімен сіз бүкіл әлемге, өзіміздің елге болсын, кішкене болсын өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды көрсетесіз. Күнделікті өмірде, мысалы, мен де киіп тұрмын, джинсы шалбармен, футболкамен де осындай шапандарды киіп беруге болады. Осындай шапандарды көп байқауға. Мысалы, сырты жай ғана бір түс болғанымен, бұның ішінде целый қазақтың бір тарихы деп айтсам болады. Себебі мынау принт, мысалы, музейден алынған принт. Матаға соны түсіріп, солай жасаған болатынбыз. Соның қандай да бір мағынасы? Әрине, мұнда біздің гүлдер бар, мысалы, домалақ оланы бізді сақтау деген сияқты. Қазақтарда, мысалы, ешқашан айтпағанда төрт құбылам тең деп айтқан емес. Себебі біз өте қорыққанбыз ондай сөздерден. Көз, тіл деген сөзден. Мысалы, сондай құндылықтар бар өзінің. Былай қарап отырғанда киімдегі немесе бір аксессуардағы қандай да бір қазақи элемент уже білдіріп тұрады. Сен қай өңірден екенсің? Ол үшін жаңағы бүрмелі етекті күнделікті өмірде киюдің қажеті жоқ. Мысалы, күнделікті джинсы болсын, күнделікті міне офистің форматында болсын да. Осы офистік форматына міне қазір. Пиджактың сыртынан да, ішінен де, мысалы, бетіп кие салса, бұл сізді босып тұрған жоқ қой, мысалы, іскер әйел екеніңізді. Күнделікті өмірге кішкене сондай аксессуарлар, мысалғы, сіздің қай өңірден екеніңізді, қай жақтан екеніңізді ол білдіртіп, одан арман қарай сізді ашпаса, сіздің образыңызды бұзбайды. Әдемі көйлектерді көріп тұрмын, осылай тоқталып өтсек, мысалға қарай. Мұна көйлек өте ерекше екен, Бұнан астына жасалынған болатын. Бұл енді кейде біз айтамыз, құдағи көйлек деп, мысалы, осының ішінен мынандай киіп, сыртынан осындай камзолды кисе, міне қазақилық та, және енді заманға сай, қазіргі уақытқа сай деген сияқты. Қарап отырсақ, қазір той жиынға емес, жалпы күн жуылғанда да, мысалы, көйледе киіп жүрген жарқын киіп шығуға болады. Мысалы, мынандай көйлектер де бар.
Мынаны енді көбісі ойлап қалуы мүмкін, ана наурызда немесе неде қыздар киіп шығатын. Иә, бірақ бұл күнделікті жаңағыдай ақ кроссовкамен болсын, немесе Европада былай жасайды ғой олар, таңертең жұмысқа жаңағы каблукпен немен шығып жатса, кешкісін олар үйге барып қайтадан киім ауыстыратын уақыт болмайды да. Бір аксессуар шешіп тастағанда ол жеңіл сондай киім, ыңғайлы, достармен кездесесің киім болу керек та. Бұл көйлектің де форматы сондай, бұл мүмкін жаңадан түскен келін кию мүмкін, немесе жүкті әйел кию мүмкін. Бұны каблукпен де, кроссовкамен де. Дәл осы басканы осының беліне таға салса да, ол мұны қыпшада жаңағы сырға салуға, немесе күнделікті өмірге де арналған көйлек. Бізде курс жүреді вышивкадан. Мысалы, Шакизат ханым бізге осы курс үшін Алматыдан келіп оқып жатыр. Яғни қазір мысалы курсқа қатысушылар өзінің несін жүзеге асырып жатыр ма? Иә, сабақты Батухан деген бас декоратор бала береді бізде. Мұны осында біз үйретеміз вышивканы, мысалы бас киімнің формасын жасауды деген сияқты барлық затты өзіміз береміз. Курс соңында өздеріңмен мысалы мынандай бас киімді алып кетеді. Толыққанды жасалған осындай бас киімді алып кетеді. Қазір сонда тәтелер, мысалы, осы вышивканы өздері жасап жатыр. Мұны көріп тұрсыз ғой? Иә. Ол негізінде былай қараған кезде көп ойлап қалуы мүмкін, жаңағы клеймен жабыстырылған Иә. Жоқ, бұл таза еңбек, қолмен, иә. Қолмен тігіп. Әр моншақты қолмен тігіп жасап отыр, иә? Иә. Керемет. Қанша уақытта үйреніп шығуға болады, мысалы, курс? 10 күн. Қанша уақыт жүреді? Курс 10 күн жүреді. Мысалы, Шакизат ханым бүгін 6-шы күн, иә? 7-ші күнде сәукелені жасады, қапсырмасын жасады, мынандай құлақтарын жасап қойды. Мысалы, бұл сәукеленің мынау жерлері, иә? Осыны жасады, екі жақты формасын жасады. Енді мынаны бітірсе, 10 күнде полностью осыны бітіріп алып кетеді өздерімен бірге. Жалпы сіз болашақта өзіңіз үшін үйреніп жатырсыз ба, әлде бір кәсіп ашу, осы этностильді дамыту ойыңызда бар ма? Мен негізі өзім тігем, шебім. Енді қосымша осы мен үйреніп, өзім кәсіп ашып. Керемет, сәттілік сізге. Жалпы айтып өтіңізші, Ақбота ханым, көбісі ойлап жатады, осы дизайнерлік жұмыстар, немесе осы этностильдегі киімдерін қымбат деп айтып жатады. Қаншалықты қымбат? Енді мен жаңа әңгіме барысында айта өттім ғой, әттең деген кездер болады. Матаны өндірмейміз, фурнитураны өндірмейміз, жаңағы бисерда, мынаның барлығы ол Қазақстанда жоқ зат. Бұның бәрі шетелден келгендіктен, әрине ол жаңағы перевозка, логистика дейміз, бері қарай алып келгенше оны мына жақтағы біздің магазин, дүкендер, жаңағындай базар болсын, жай дүкен болсын, маталардың шоурумы болсын, өздерінің процентін қосады, иә? Сонда сіз сол битіп келе жатқан адамнан сіз матаны аласыз. Оның мына жаққа кесетін бір заттың артында кейбір адам ойлауы мүмкін, мынаны жасады, шебермен саудаласуға болмайды, мысалы. Біз дизайнер ол өзінің ойынан шыққан, фантазиясынан шыққанда дүниені жасайды да, ол бір экземплярда болуы мүмкін, немесе тағы бір 3-4 экземплярда болуы мүмкін. Бір заттың артында 5-6 адамның жұмысы бар. Кейде сол қынжылтады, тұрып саудаласып, жаңағыдай бағасын түсір, неге олай деген сияқты. Неге бұлай емес? Себебі неге бізді ешкім түсінгісі келмейді, неге ол ауадан алынып жатқан, немесе ол рыноктағы осы бар бағасына сай сондай баға қойылады. Демек, бұндай бұйымдарды нағыз бағалай білетін адамдар алады. Бірақ дәл қазіргі сәтте айтып тұрмын ғой,
мәдени андай сондай ұлттық құндылықтарды түсінетін не артып жатқан сияқты, себебі көбейіп жатыр өте қарқынды. Ол бізді әрине өте қуантады. Жалпы тренд этнокиімдерге қай уақыттан басталды? Мысалы, былтырлары 1-2 жыл көлемінде жаңағы қыздардың тюбетейкасы дейміз ғой, өте танымал болып кетті, бәрі киіп жүрді. Одан кейін футболкалар шыға бастады, жаңағы ойын суреті бар деген сияқты. Жалпы қай уақыттан бастап алды? Және қай уақытқа дейін жалғасады деп ойлайсыз? Меніңше жалғасын таба береді. Себебі отандық дизайнерлар біз сол волнаны ұстап алған сияқтымыз, да? Қалай актуальность жасауға болады, қалай осы өзіміздің халыққа да ұтымды бір версиясы болады деген сияқты. Сол волнаны ұстап тұр қазір. Меніңше, егер 1-2 жылда күнделікті өмірде мынандай да қажекейлер сыртта жай ғана киіліп жүрсе, таңғалмаймын. Себебі өсіп жатыр, адамның мәдени несі өсіп жатса, біздің жаңағы ұлттық киімдерге деген көзқарас та өседі, деңгей де өседі. Сол себепті мен ойлаймын, ол қазір бүгін ертең өшіп қалатын дүние емес.